Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін вупи пай және красный бархат тортын жасадым. Вупи пай тортына сілтеме қалдыратын болам. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен ұнымызға қопсытқышымызды және какаомызды салып, осылай араластырып қоямыз. Және ыдысымызға күнбағыс майымызды өлшеп аламыз. Енді қаймағымызға красителімізді саламыз. Мен осындай гелевый краситель салдым. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарып, қант салып, осылай аппақ көпіршік болғанша араластырып шығамыз. Одан кейін күнбағыс майымызды салып араластырамыз. Қаймағымызды саламыз. Және ұнымызды салып, әбден миксерлеп, толық араластырып шығамыз. Енді противенге пісіреміз. Бұны мен 3 бөліп пісірем. Осындай форма алсаңыздар болады, немесе өздеріңізде қандай форма бар, сондай формамен жасасаңыз болады. Менде бұл жерде диаметр 24 сантиметрлік форма. Осылай 3 күлше пісіріп аламын. Духовкада 20-25 минутта 180 градуста 3 күлшені пісіріп алдым. Торт өте нәзік болып шығады, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Және видеодағыдай осының бетін алып тастаймыз, тегістейміз, яғни содан кейін крем жағуға кірісеміз. Кремге рецепт төменде описаниеде қалдыратын боламын. Осылай тортымызды жинаймыз. Және қалауымыз бойынша сәндейтін боламыз. Менде бүгін микс торт, вупи пай және красный бархат торты. Вупи пай тортына сілтеме жоғарыда міне шықты. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Үлкен рахмет.